Сәлем достар, сіздермен бірге Q-Life арнасы. Бүгін сіздердің назарларыңызға топ 5 әлемдегі ең ерекше адамдар жайлы видеоның 3-ші бөлімін ұсынбақпын. Сіздер міндетті түрде видеоға лайк басып, және арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Үлкен бицепсті адам. Бразилиялық культурист Арлендо де Соуза 56 жаста. Ол өзінің денесінің бұлшық еттерімен жұртты назарына аудартқанды бала кезден армандаған. Алғашқыда барлық адамдар сияқты шыныққан. Бұған жүйкесі шыдамаған жігіт ақырында жасанды дәрілермен бұлшық еттерін өсіріп алған екен. Ақыры арманына жетеді. Алайда оған жұрттың бәрі қызығушылықпен қарай қоймайды екен. Өйткені шектен тыс ерсі көрінетін бұлшық еттер кейде кісіні жиіркендіретін көрінеді. Ең алып тілді адам. ақш-тың Нью-Йорк штатындағы Сиракюз қаласының 47 жастағы тұрғыны Байрон Шленкер Гиннестің рекордтар кітабына әлемдегі ең алып тілді адам болып енгізілген. Оның тілінің ені 8,6 сантиметрді құрайды. Ал бір қызығы, Гиннестің рекордтар кітабына әйелдердің арасындағы ең алып тілді болып, Байронның қызы Эмили енгізілген екен. Эмилидің тілінің ені 7,3 сантиметрді құрайды. Ең алып аяқты адам. 20 жастағы венесуэлалық жігіт Джейсон Родригес әлемдегі ең алып аяқты адам. Оның табанының ұзындығы 40 сантиметрді құраса, сол жағы 39,5 сантиметр шамалайды. Бұл әлемдегі ең бойшаң азамат саналатын түрік Султан Көсеннің аяқ киімінен 2 еседей үлкен. Джейсон 14 жасынан бастап аяқ киімді арнайы тіктіріп киеді. Сондықтан аяқ киімі әрдайым сапалы бола бермейді. Ол отбасындағы 4 баланың кенжесі. 10 жасына дейін бәрі қалпында болатын. Арада 1 жыл өткен соң аяқтары 38-ден 1-ден 46-ға секірген. Осыдан кейін мектепке барып келуде қиындай түсті. Басы ауырып, буындары сырқырайтын болды. Ата-анасы тез арада дәрігерге алып барды. Одан ешбір нәтиже болған жоқ. Ащы бұрыш жейтін адам. Қытайдың Хэнань провинциясының тұрғыны Ли Юнчжи ерекше адам деуге болады. Әлбетте таңертең адамдар ас ішуге дайындалған уақытта қытайлық азамат дәмді тағамнан ауыз тиюден гөрі ащы бұрышты жегенді жақсы көреді. Қазіргі күні 44 жастағы Лидің әрбір күні осылайша өтуде. Бұл тек бастамасы ғана. Ли тәулігіне 2,5 келі бұрыш жейді. Оның таңғы, түскі және кешкі асы да осы ащы бұрыш. Жалпы Қытайдың бұл провинциясында ащы тағамдарды онша жақтыра бермейді. Олардың кейбірі ащы тағамдарды жиі пайдалану адамның терісіне өте қатты әсер беретінін айтады. Алайда оған да ешбір мән бермейді. Ли чили деп аталатын бұрыш түрі өте дәмді екенін айтады. Барби қыз. Одессалық қыз Валерия Лукьянова балалық шағында қуыршақпен ойнағанды жақсы көретін. Есейген уақытында ол әдетінен жаңылмаған сыңайлы. Оған қарап, ет пен сүйектен жаралған ба, әлде пластикадан жасалған ба деп қаласың. Ол сырт келбеті атақты Барби қуыршағына ұқсауы үшін көптеген операциялардан өтті. Оған жалпы көлемі $800,000 жуық ақша жұмсапты. Сөйтіп, айнымаған Барбидің өзі болып шыққан. Валерия бүгінде Одессаның ғана емес, бүкіл әлемнің әлеуметтік желілерінде жақсы танымал. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, не істеу керек екенін менен жақсырақ білесіздер. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.